Асылбек, мен саған таңертең айттым ғой, бүгін бізде мейрам тойлаймыз деп. Келмейтін болсаң айтпайсың ба? Күтпейтін едім ғой. Жұмыс шығып қалды. Қазір келе алмайын деп айтып тұрмын ғой саған. Сен бич, картаңа ақша жіберем, сен соған бір нәрсе ала сал жіберем. Наны жаңағы жігіт сізге тастап кетті. Рахметім деді. Жігіт? Жан, тоқташ. Жебет, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеше неге жазбадың? Малика, не істеп жүрсің? Жұмыс қайда? Қайдағы жұмыс, сен не істеп жүрсің? Сен де паранойя болды, қойсаңшы. Қоймай. Не айтып тұрсың сен, ей? Қарай! Қуып келдім Алматыға дейсің. Жи, көмектесіңіз, қайсың, нан ма? Мана кешеші, мына менікі ғой просто. Осы кейбір қыздар түсінбейтін, қанша талпа киім болса да бар ғой, не киім деп отырды. Басымызға келді ғой кәдімгідей. Не киімші менде? Сен анауың бар еді ғой, айтпашы. Ана кірт андай, қалай еді? Кірт. Төртпішті костюм. Кірт жатыр. Сол. Қашама лақтырып тығым. Өткен дәсінде костюм, мүмкіде бір машина жүріп жүр ғой. Қойшы. Болмайды, новый киім алу керек. Новый киім алды. Продюсер не еді? Что-то отключен болып жатыр. Батарейкасы отырып қалған сияқты болмай. Онда оған қарамай өзіміз алып новый бірден алып тастап. Сөйтейік. Расчетный бар. Как раз менде предоплата бар? Как раз менде күшті көңіл күй бар. Сен оны алып ал. Жүріп кет. What the fuck? Housing job. Dum demiş. Ağanmaz. Kızım күнде meni götüp şarşadı. Ақша жоқ. Қиналасың. Зарплатың шырыш. Бақырма шулай тыныш. Да, детка, сенікі дұрыс. Кошка, я не хочу бір. Крикадасың, бай, крикадасың, бай, крикадасың, бай. Жігіттер, жұлдыз болған бір-ақ қадам болды. Осы сәтті запомните навсегда. Қазір мына пердені ашам, біз жұлдызбыз. Вала! Үрме! Айттым ғой! Қандай тош-тош жер ма? Мына жерде оформление о дейтін әрпі де жоқ. Оформлениеде о дейтін әріп бола ма не? Қандай не болды? Өшіп жатыр, прикинь мұны. Өзі өшіп жатыр ма не? Батарейкасы өшіп қалды. Жігіттер, келіңдер ма? О, ассалаумағалейкум, брат. Қалайсыз? Бағанадан бері күтіп жүрмін ғой сендерді. Шкафта ана жақта тұр, өздерін газетке тиеп жүре беріңдер, хорошо? В смысле не газет? Сендер грузчик емессіздер ма не? Қандай грузчик, братан, біздер негізі әншіміз, не дейтін бізді презентация болады деп шақырды ғой. Қайда презентация? Карантин емес па? Банкрот болып жатырмыз біз деген. Жиги, ананы қайдан табамыз енді? Мен білем оны қайдан табатын. Мә? Қанай, не болды мынау дейді? Как всегда пустой жерлерге алып қойып. Бізде вообще продюсер бар ма? Жоқ па өзі? Мен күмәнданайын дедім бар ғой. Ертең стройкада жұмыс істеп жүрген жерімізден айтып жүрмесің бір, тұрыңдар деп.
Жай ма үй? Жоқ, түсіміз емес, тексеріп көріп отырмын арадан. Так, жігіттер келіңдер ма? Бұл кабинет емес, ана келесі кабинеттің мебельдерін тасу керек. Братан, біз саған грузчикпіз ғой, не біреу келеді, анау келеді, мынау келеді. Или біздің киіміміз грузчикке ұқсай ма? Қалай сен ғой бұл дерскі өтіп тұрады деп кеңдерген. Енді сендер кімсіңдер? Әншіміз, братан, біз әнші. Вообще, мына жерде бізді продюсер шақырған. Соған келіп тұрмыз. Кім, Әнуар ма? Иә. Соны көрсеңдер маған да айтыңдаршы. Бір жыл болды мына жердің арендасын төлемегеніне. Ертең берем, ойбай, ертең аударып жіберем деп. Қаяқта жоқ. Еще бүгін заттарын жинап кетіп қалған ба? Давай көрсеңдер айтыңдаршы соны маған. Ойма. Қандай вообще кім тапқансың сен? Кім тапқансың? Кешіңдер жігіттер. Бәрі мен кесірімнен. Таптыныш, үйленіп алу керек еді. Негізі бар ғой, кінәнің бәрі өзімізден. Қашан жүреміз дәл осылайынан біреуге сеніп? Өмір біреуге сеніп қаламыз, сосын олар біз лақтырып кетеді де, отырамыз, басымызды ұстап, анау кінәлі, мен кесірім, ананың кесірі. Жігіттер, шоу-бизнес бізге керек қой. Сондықтан да өзіміздің көтімізді көтерейік те, өзіміз үшін жұмыс істейік. Презентация болады деді ма? Болады конкретно. Шынымен. Давай істейтін болсақ істейік. Істейік болмаса былай болды, брат, осы жүрейік. Ақша керек оған жігіттер, ақша. Ақшаны уайымдамаңдар, өзім табам. Красавчик, брат. Музыка жағымда. Өзім қатырамын. Болды ғой, шешілді ғой. Журналистер ше? Журналистер? Менде бір идея бар. Бірге жиналғанды сортатам, бірге лап ойды қосты жұмыла. Алло, қалайсыңдар? Келесіңдер ма, келмейсіңдер ма? Ой, сендерде бар ғой. Оп-оңай ғой, бір камерамен бір микрофонды көтеріп келесіңдер ше? Осы сендерге жақсы болсын деп бар ғой, талай хайпап еттік қой бізде. Сендерге өсек болсын деп 2 плагиат жаздым ғой мен. Келесіңдер ғой? Болды, күтем. Міне, журналистердің шешімді. Роумингде ақша болмай тұр, негізінен бар ғой. Роумингде ақша болса, мен НТВ-дің журналистерін шақырып беремін. Рахмет аға, үлкен алды, кете берейін. Рахмет болғанда отырсай. Сен мына жерден шайын ішкесің ба? Жоқ. Мына жерден шайын ішсең бар ғой, жағың түсіп қалады ғой. Мына шайды ішсең, Африкада шайдың плантациясында отырғандай боласың. Пілдің көлеңкесінде терлеп шай ішіп. Көп ішпе. Неге? Қарайып кетуің мүмкін, қарайып. Болды. Как раз өткенде жігіттермен охотаға барып, малдарды аталмай қалып едім. Малдың өзі келіпті ғой. Сөйле. Аға, сіз өзіңіз алдында айтып едіңіз ғой. Мен күйеу болам, бизнесмен болған қалайым деп. Міне, мен бизнесмен болам. Бірақ сіздің ақшаға емес. Мылтық сенің тіліңді шығарайын депті ғой, Аға, қарыз ақша бересіз. Ей, сенің ақшаң керек емес деп едің ғой? Дұрыс қой, аға. Сіз берген ақшаға мен әнші болып кетем. Сосын әнші болып көтеріп кетем де бизнес жасап алам. Миды аштың ғой сен, Пап, қарызға ақша берсең болады ғой. Қашан қайтарасың? Пап! Ассалаумағалейкум, Ереке. Уағалейкум ассалам. Ереке, неме өткендегі ән бар ғой біздің? Не болды? Продюсерлерің қайда? Сол бізге де керек болады, сол продюсер Ереке. Маған қыруар ақша қарыз негізі. Сол ақшаларды алды да, жоқ кетті. Шоу-бизнеске қош келдіңдер. Уәде бергенде бәрі жақсы, жаман продюсер қайдан шығады деген бізде мақал бар. Продюсер ақша үшін жолдан таяды дейтін дұғыш жүрмедіңіз ба? Ереке, бірден білдірейікші, Ереке. Сізді бір жақсы өлең жазып жатыр деп атады ғой. Арман қуып келдім Алматыға, жету керек қойған мақсатыма. Танысып көптеген достарменен, шабыт алып қимыл сөздерінен. Ұнатады менің өнерімді, қимылдаған әрбір қылығымды.
ерекше бір сиқырлы бұл қала, жібермейді не кет демейді. Жеги, Нұрлан аға кеп, жігіттері, ешкім келмеді ғой десе не істейміз? Ассалаумағалейкум. Не жаңалық? Жігіттер, ешкім келмеді ғой? Не болып тұрлерің ақып кетті ғой сендердің? Мынандай адам бар ғой, Қытайда көрмеген. Леди Гаган презентациясында мынандай адам болмаған. Бүгін сендер жұлдызсыңдар. Жарық. Дайынсыңдар ғой, Дайынсыңдар ғой. Мен кеттім алды. Қымбат хандарым, мырзалар, кеш қонақтары, мына жігіт неге шықты деп тұрған шығарсыздар сахна төріне. Бүгін мен өзім туралы айтпаймын сіздерге. Мен сіздер білесіздер ғой қандай продюсер екенімді. Мен сіздермен жақсы жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Бүгін мінекей қазақ шоу бизнесінде әлемдік деңгейдегі топ құрылды. Ол топтың есімі кім десеңіздер, ол топ міне. Меховая, Сегіз, Дробь, 1 тобын қарсы алыңыздар. Қымбатты бақ өкілдері, сіздерде бүгін мүмкіндік туып тұр. Бұл жігіттерден сұхбат алып қалуға, интервью алуға, ертең жұлдыз болып кетсе, бұл жігіттердің уақытысы болмайды сіздерге деген. 1 жыл, 2 жыл күтіп қалуларыңыз мүмкін. Менің өзім продюсер болып жүріп, 3 айдан кейінге жаздырылып қойдым. Тамақ жеуге. Сіздер білесіздер ма? Бұл топ құрылды деп, әйгілі Beatles тобы тарқап кеткен болар. Бізге нан жоқ деп. Ендеше, бүгін сіздерде мүмкіндік туып тұр ғой. Бұл жігіттердің қолын ұстап, суретке түсіп қалуға болады. Тәтті кәмпит ол, тәтті пломбир ол, 90-60-90 ол, жігіттер андитон. Қыздар ай, көздеріне мың қарайм, айналады басым екесе жалғастырады қасым ол. Қыздар ай, сендерге не десем, сендерсіз сұлулық бар десе сенбесем, сендерсіз ғашық боп сезіне білмесем, сендерсіз жер басып жүрмесем. Қыздар ай, сендерге не десем, сендерсіз сұлулық бар десе сенбесем, сендерсіз ғашық боп сезіне білмесем, сендерсіз жер басып жүрмесем. Айдана, Алина, Зарина, мен Камила, Альбина, Амина, Мадина, мен Сабина. Найды қазақтың қыздары бәрі де сұлу маған, дауыстары нәзік, дауыстары ерке есмаған. Қыздар ай, сендерге не десем, сендерсіз сұлулық бар десе сенбесем, сендерсіз ғашық боп сезіне білмесем, сендерсіз жер басып жүрмесем. Қыздар ай, сендерге не десем, сендерсіз сұлулық бар десе сенбесем, сендерсіз ғашық боп сезіне білмесем, сендерсіз жер басып жүрмесем. Қайсына өзімді сыйлайын, қыздар ай, нәр бердің жүрегіме, сендерсіз өмірдің керегіне. Жайраңдапсаң қыздар, бұл қыздар, нұр қыздар, бал қыздар, сұлусыздар, сұлу қыздар, қыздар. Қыздар
Алло. Мен білмеймін, брат. Балдар өздері тұра. Қазір звондап көрейін. Ya, sendерге қана. Ануна.